Барлығыңызға сәлем достар, оразаларыңыз қабыл болсын. Бүгін мен сәреге осындай сүзбеден жасалған сырники дайындадым. Өте керемет және тойымды екен. Менімен бірге дайындаңыздар. Алдымен ыдысымызға осындай сүзбемізді салып аламыз. Қарасаңыздар, менің сүзбем үгілмелі, яғни рассыпчатый сүзбе. Сіздерде осындай сүзбемен дайындасаңыздар өте жақсы шығады және формасын керемет ұстайтын болады. Осындай сүзбемен дайындауға кеңес беремін. Сүзбеміздің үстіне жұмыртқамызды салып жақсылап араластырамыз. Одан кейін 2 қасық ұнды салып, тағы да жақсылап араластырып аламыз. Жақсылап араластырып алып, тағы да 1 қасық ұн салып жібереміз, формасын жақсы ұстау үшін. Егерде сырникаларыңыз дәмі тәтті болған қаласаңыздар, осы кезде қант салып араластырып жіберіңіздер. Енді біз сырникидің формасын жасауға кірісеміз. Осылай қолымызға үзіп алып, домалатып осылай аламыз да. Мен ортасына осылай шоколад салып жатырмын начинкасына. Сіздер салмасына ештеңе салмасаңыздар да болады, өздеріңіздің қалауларыңызша. Осылай барлығын домалақ етіп жасап аламыз. Менен барлығы 10 штук сырники шықты осындай. Қызып тұрған осындай тапамызды жақсылап майлаймыз, майын молырақ етіп жағып, сосын сырникиларымызды осылай орналастырып шығамыз. Сырникидің бір беті 3-4 минутқа дейін пісетін болады. Осылай қызарғаннан кейін екінші бетін аударатын боламыз. Дайын болған сырникиді мен дастарханға мёдпен ұсынып жатырмын. Сіздер өздеріңіздің қалауларыңызша вареньемен, сгущенкамен жесеңіздер де болады. Менің рецептіммен дайындап, менің каналым ұнаса, мен каналыма тіркеліп, лайк басып, комментарий жазып тұрыңыздар. Мен сіздердің жазған әрбір комментарийді оқитын боламын. Сіздермен болған Айзада ас болсын.